Бүгінгі теманы оқитын мен 3 курс студенті Абылаев Ардан Маратұлы. Бүгінгі теманың тақырыбы кесір тілігінен кейін жүктілік басына жатырдағы таптық. Өздігінен туу кесір тілігінен кейін бұл өздігінен туу барысындағы және де осы жатырдағы тыртық кезінде бұл өздігінен туу дегеніміз жатырдағы тыртықтан кейін ол міндетті түрде стационарда өткізіледі, себебі онда міндетті түрде постоянно мониторингте болады. Ұрықтың және де ананың жағдайы мониторингте болады, және де ол жерде міндетті түрде шұғыл жағдайда кесір тілігі жасалынатындай болу керек, және де кесір тілігіне көрсеткіш болған жағдайда 15 минут ішінде операцияға алыну қажет. Ол екінші, үшінші уровендегі перинатальды көмектің жатады. Диагностикасына келетін болсақ, диагностикалау барысында осы 12-ші апта кезінде жүкті әйелге осы түсіндіріледі, қандай да өздігінен туудың және де қайтадан кесір тілігіне алынудың қандай да әдістері бар және артық кемшіліктері жайлы түсіндіріледі. Одан кейін 18-21 аптада ультрасонографиялық зерттеу жүргізіледі. Ол жерде жаңағы ұрықтың орналасуы мен қандай да бір патологиясы бар жоқ екенін анықтау болып келеді. Одан кейін осы дәл ультрасонографиялық зерттеуді 32-34 апталарда қайталауға болады. Бұл жерде жаңағы себеп плацентаның өте төмен орналасуына күдік болған жағдайда. Және де осы 21-28 апта аралығында осы акушер-гинеколог дәрігер жүкті әйелмен документация түрінде консультация жасалынады. Бұл жерде жаңағы қандай да бір өздігінен туудың және де кесір тілігіне қайтадан алудың артық кемшіліктері туралы сөйлесіп, бұны документарды формаға енгізіп қабылдайды. Және де 32-34 аптада жаңа айтып кеткендей, осы плацентаның өте төмен орналасуы, плацента превия, плацента акрета сол жайында анықтайды, және де оның қандай да бір акушерлік асқынулар бар жоғын тексереді. Одан кейін экстрагенитальды жүкті әйелде экстрагенитальды асқынулар бар жоқ екені туралы ескеріледі. Және де осы 36-шы апта кезінде уже міндетті түрде окончательный выбор, соңғы выборды шешеді. Бұл жерде өздігінен немесе қайтадан кесір тілігіне алу жайлы. 39-шы аптада егер де әйел қайтадан кесір тілігіне алынатын болса, 39-шы аптада планды түрде госпитализацияланады. Ал егер де кесір тілігі емес өздігінен туатын болса, 40-шы аптадан бастап планды госпитализацияға алынатын болады. Анамнезіне келетін болсақ, бұл жерде міндетті түрде анамнезінде кесір тілігі болады. Және де осы өздігінен туудың қандай да бір оң нәтижелеріне әсер ететін факторлар. Бұл алдыңғы қандай да бір өздігінен туу болатын болса, кесір тілігі болған, бірақ содан кейін де өздігінен туылған жағдай болса, одан кейін жаңағы туылу барысы спонтанды начало аяқ астынан басталатын болса, және де жүктілік барысында осы ешқандай асқынусыз өтетін болса, оң нәтиже береді. Кері нәтиже өздігінен тууға бұл жерде осы макросомия, яғни ұрықтың 4000 граммнан жоғары болуы, индекс масса телаға қарайды. Одан кейін әйелдің жасы, егер де жүкті әйелдің жасы 40 жастан жоғары, 40 жастан болатын болса, ол да бір факторға жатады. Және де анамнезінде осы антенатальды өлім болатын болса, және де көп плодты ұрық жүктілік болатын болса, ол да қаралады. Және де осы әйелдің бойының өлшемі 150 сантиметрден төмен болатын болса, ол да теріс нәтиже береді. Одан кейінгі разрыв жыртылу, жатырдағы жыртылу жоғары риск болып табылады. Еміне келетін болсақ, міндетті түрде бұл жерде стационарлы ем. Бұл жерде алдыңғы хирургиялық емді міндетті түрде қарау керек болады. Одан кейін және де бұл жерде осы хирургиялық емге жаңа кесір тілігіне абсолютті және салыстырмалы қарсы көрсеткіштер болады. Және де письменное согласие міндетті түрде алу керек болады. Одан кейін осы қан анализдері, клиника лабораториялық зерттеулерді міндетті түрде протокол бойынша диагностика мен еміне сәйкес қарау керек болады. Одан кейін
осы жүкті әйел міндетті түрде родзалда міндетті түрде бақыланатын болады. Және де осы барлық туатын әйелдерге міндетті түрде тромбоэмболиялық асқынудың алдын алу үшін эластикалық чулки тағу керек болады. Жаңағы айтып кеткен абсолютті қарсы көрсеткіштерге бұл жерде жаңағы егер де алдыңғы кесір тілігі корпоральды түрде болатын болса, және де осы жатырдағы тілік Т тәрізді немесе G тәрізді болатын болса, өте төмен вертикальды тілік болатын болса, және де осы жатырдың жыртылуы күдік болған кезде, одан кейін плацентаның осы тыртық бойында орналасқан болатын болса, бұл абсолютті қарсы көрсеткіш болып табылады. Және де салыстырмалы қарсы көрсеткіштеріне бұл жерде жаңағы айтып кеткендей ұрықтың салмағы 4000 граммнан жоғары немесе 4000 грамм болған жағдайда, және де алдыңғы тілік белгісіз болған жағдайда қалай тілгені, одан кейін бір немесе одан да көп тілік болатын болса жатырдағы, одан кейін ұрықтың таз бөлімімен жататын болса, одан кейін көп ұрықты жүктілік болатын болса, және де осы пациенттің жүкті әйелдің өзінің письменный отказ болған жағдайда салыстырмалы қарсы көрсеткішке жатады. Индукцияны қалай жүргіземіз? Бұл жерде индукция жүргізу барысында қарсы көрсеткіштер бар. Бұл жерде жаңағы айтып кеткендей корпоральды немесе Т және G тәрізді тілік болатын жағдай болса, анамнезінде қандай да бір жатырдағы жыртылу болатын болса, одан кейін өте төмен вертикальды тілік болатын жағдай болса, және де осы плацентаның жатырдағы тыртықтың бойымен орналасқан болатын болса, индукцияға қарсы көрсеткіш. Және де осы акушер-гинеколог дәрігерлері осы жүкті әйелмен міндетті түрде рекомендация беру керек. Ол жерде жаңағы индукция барысында қандай да бір асқынулар бар жоқтығын, және де осы ол жерде окситоцин қолданған жағдайда қандай да бір асқынулар алып келетінін түсіндіру керек болады. Және де осы тууның индукциясы бұл жерде жаңағы көбінесе механикалық түрде ыңғайлы болады, себебі амниотомия немесе баллонды катетер. Бұлар дегеніміз 2 есе жатырдың жыртылуын азайтатын болады. Себебі простагландиндар жатырдың жиырылуын, қатты жиырылуына әсер етеді, жатырдың жыртылуына алып келеді. Госпитализацияны айтатын болсақ, бұл жерде госпитализация планды түрде немесе шұғыл жағдайда. Осы қандай жағдайда госпитализация планды түрде болады? Осы егер де жаңағы жүкті әйел қайтадан кесір тілігіне өз келісімін беретін болса, онда 39-шы аптада кесір тілігіне планды түрде госпитализация алынуға болады. Және де немесе қайтадан өздігінен туамын десе, ол кезде уже жүктіліктің 40-шы аптасынан бастап планды түрде жатқызуға болады. Және де осы 37-ші аптада немесе одан жоғары аптада жатқыза беруге болады. Одан кейін бір немесе одан да көп тыртық болатын болса, немесе алдыңғы кесір тілігі өте төменгі сегментте кесілетін болса, госпитализацияға алынады планды түрде. Және де егер де ұрық осы баспен келетін болса, головное приближение болса, және бір ұрықты болатын болса, одан кейін осы интервал 2 жүктіліктің арасы 18 айдан жоғары болатын болса, одан кейін қандай да бір өзегіне туудың қарсы көрсеткіштері болатын болса, одан кейін осы жатырдың жыртылуына қандай да бір клиникалық көрсеткіштер болмаған жағдайда планды госпитализацияға алынады. Осы жүктіліктің шұғыл госпитализациясын алатын болсақ, бұл жерде жаңа туудың аяқ асты басталуы, одан кейін жыныс жолдарынан қандай да бір қанды бөліністер болатын болса, және де дородовый разрыв плодных оболочек болатын болса, және де осы тыртық бойымен жатырдың жыртылуы байқалатын болса, міндетті түрде шұғыл госпитализация алынатын болады.